Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Зерде арнасына қош келдіңіздер. Қалдарыңыз қалай? Араға жарым жыл салып видеоның екінші бөлімін енді шығарып отырмын. Осы уақытқа дейін каналға жазылып, қолдап қуаттап отырған көрермендеріме алғысым шексіз. Және видеоны кешіктіргенім үшін сіздерден басым дейіп тұрып кешірім өтінемін. Видеоның алғашқы бөлімінде Аруя бастаған қарақшылардың қалай банкі тонауды жоспарлағандығын және дайындық жасағандығын айтып өткенбіз. Егер бірінші бөлімін әлі көрмеген көрермендер болса, жоғарыдағы сілтемені басып тамашалайсыздар. Ал ондай болса екінші бөлімін бастайық. Аруяның жоспары бойынша полицияның назарын аудару мақсатында бірнеше кісі банктың негізгі есігінен кіріп, өтіріктен банк сөресіндегі ақшаларды тонаған болып, банктегі адамдарды кепілге алады. Ал қалғандары болса банктың алтын қоймасының қабырғасын тесіп кіріп, сейфтерді ашып бағалы заттарды ұрлайды. Олардың негізгі мақсаты банктың жер астындағы алтын қоймасы екендігін полиция қызметкерлерінің түсіне үш ұйықтаса да кірмейтін шығар. Олар барлық жоспарларын тыңғылықты ойластырып алған соң, 2006 жылы қаңтардың 13 күні банк тонау жоспарларын іске асыруға кіріседі. жылы қаңтардың 13 күні банк тонауды бастамас бұрын олардың қатарына Льюис атты тағы бір уругайлық азамат келіп қосылады. Жалпы олар 7 кісі болып ұрлап алған 3 машинамен кофеханада кездеседі де, әркім өзінің не жұмыс жасайтындығын анықтап алған соң, банк тонау барысында саусақ табын қалдырмау үшін саусақтарына желім жағып қолғап киеді. Ал жүргізуші Жулиан болса, машинасын алдын ала келісіп қойған ағын су жиналатын құдықтың қасына тоқтатып, серіктері банк тонап шыққаннан кейін күтіп алуға дайындалып тұрады. Серанс пен Жулиан машиналарын банктың жерасты автотұрағына келіп қояды. Ал Тори мен доктор болса банктың алдыңғы есігінен қарумен басып кіріп, біз банк тонауға келдік, қарсылық көрсеткендер өледі, бәрің жерге жатыңдар деп банктегі адамдарға бұйрық түсіреді. Ал банктегі адамдар зәресі қашып кетіп, қарақшылардың айтуы бойынша істеген екен. Соңында Аруя 3-ші машинаны айдап келіп банктың алдына тоқтатады да аваринкасын жағып қояды. Бұлай істеудегі мақсат полиция қызметкерлерін тонаушылар осы машинамен қашпақшы деген ойға келтіріп алжастыру еді. Қарақшылар түрлерін басқаларға көрсетпеу үшін бәрі жалған шашпен бейсболка киіп, қара көзілдірік тағып, беттерін тұмшалап, тонаушылық істеген. Бір қызығы олардың қолындағы тапанша балалардың ойыншық жалған тапаншасы екенінде ешкім білмейтін еді. Түскі сағат 12:38 өткенде Буэнос-Айрес полиция басқармасы банктың тоналғандығынан хабардар болып, барлық полиция қызметкерлерімен ерекше қимыл отрядын жіберіп банкты қоршайды. Биік орындарға снайпер қойып, банктың есік терезелеріне дейін бақылауға алады. Банк тонаушылардың толық қоршауға алынғандығы туралы көздері жеткеннен кейін, полиция қызметкерлері телефонмен қарақшыларды иландыру мақсатында келіссөз өткізіп, олардың қаруларын тастап өздері берілуін, өз еркімен берілсе сотта жеңілдік болатындығын айтып насихаттайды. Льюис пен Тори алдымен банктегі барлық бақылау камераларын сындырып тастайды да, сосын кепілге алған адамдарды 3 қабатқа бөліп, бөлек-бөлек қамап қояды. Мұндағы мақсат сырттағы адамдарға өздерінің жер астындағы алтын қойманы тонағандығын білдірмеу. Қарақшылардың бірі Сианис Уолтер деген атпен сырттағы полиция қызметкерлерімен телефон арқылы келіссөз өткізуге жауапты болып, ол өзінің полиция қызметкерлерімен келіссөз жасауға ниетті екендігін білдіру мақсатында іле-шала банктың күзетшісін кепілден босатады. Себебі күзетшінің қолында қару болғандықтан, банкте қалса қарақшылардың өзіне қатер төнуі мүмкін еді. Көп өтпей Сианис екінші кепілгерді де босатады. Осы сәтте банктың сыртында көптеген журналистер жиналып, теледидардан банк тонау оқиғасы туралы тікелей эфир көрсетіліп жатқан болатын. Полиция қызметкерлері болса 1999 жылы болған банк тонау оқиғасынан сабақ алып, барынша сабырлықпен осы жолғы оқиғаны бейбіт жолмен шешуге тырысып, қарақшылардың талабын барынша қанағаттандырады. Себебі 1999 жылы болған банк тонау оқиғасында полиция қызметкерлерінің жауапсыз оқ жаудыру кесірінен 2 бейгүнә тұрғын қаза тапқан еді. Көп өтпестен қарақшылар 3-ші кепілгерді де босатады. Полиция қызметкерлері өздері қарақшылардан басым болғандықтан, қарақшылар қашып құтыланмайтындығына көзі жетіп, кепілгерді босатып жатыр деп ойлап, бейбіт жолмен қарақшыларды келіссөз арқылы тізе бүктіруге болатындығына көздері жетеді. Серанс полиция қызметкерлерімен телефон арқылы келіссөз өткізіп жатқан кезде
Себастьян мен доктор жер астындағы алтын қойманың қабырғасын бұзып кіріп, гидравликалық бұрғымен сейфтердің құлыптарын сындырып, бағалы заттарды алдын ала дайындап қойған дорбаға толтырып сала бастайды. Ал өздерінің ізін жасыру мақсатында банктың барлық жеріне киім ағартқыш ұнтақ және шаштараздан алған басқалардың шашын шашып кетеді. Себебі ағартқыш ұнтақ адамның қалдырған ДНК деректерін жойса, басқалардың шашы полиция қызметкерлерінің дело анықтауына кедергі келтіреді. Олар 90 минут ішінде банктың алтын қоймасындағы 400 сейфтің 143-ін ашып, сейфтегі байлықтарды дорбаға салып, түнел арқылы жер астындағы қайықпен қашып кетуге дайындалады. Түстен кейін сағат 15:30-да Сиранс полиция қызметкерлеріне кепілге алынған адамдардың қарны ашқандығын айтып, банкке пицца әкеп беруге өтініш білдіреді. Полицейлер азаннан қазіргі уақытқа дейін іштегі адамдардың тамақтанбағандығын ескере отырып, 5 пицца әкеп беруге келісіпті. Полицейлер пиццаны әкеліп бергеннен кейін Сиранс кепілге алынған адамдарға банктың еденінде қозғалмай жатуын, егерде кімде-кім орындамаса жан құшатындығын айтып, өздері банктың алтын қоймасында бас қосады да, тоналған заттарды түнелден түсіріп, каналда дайын тұрған қайыққа тиеп қашудың дайындығын жасайды. Ең соңында кеткен кезде алтын қойманың ішіндегі құрылыс қалдықтарын тазалап, банктың қабырғасында тесікті бір шкафпен дым болмағандай етіп жауып кетеді. Бірақ олар каналдан қайықпен қашатын кезде қайықтарының қозғалтқышы оталмай қалып, орта жолға дейін қайықтың ескегін пайдаланып қашқан екен. Олардың бақытына жарай қайықтың моторы қайтадан іске қосылып, моторлы қайықпен шофермен алдын ала келісіп қойған жерге дейін жетіп, аман-есен жерасты каналымен қашып құтылыпты. Полицейлер болса сағат 17:30-ға дейін олардың қайта байланысқа шығуын күтіп отыра береді. Алайда банктың ішіндегілерден еш хабар болмағандықтан, полицейлердің шыдамы таусылып, ақыры сағат 17:00-де банкке баса көктеп кіріп, кепілдегі адамдарды құтқарады. Ал қарақшылардың болса бірде-бірін таба алмапты. Соңында полицейлер банктың жер астындағы алтын қоймасына кіріп келгенде көздері банк болып бадырайып, өздерінің оңбай алданғанын білген екен. Ал алтын қойманың еденінде банк тонауға арналған 4 ойыншық мылтықтың қатарынан дізіліп қойғанын, банктың қабырғасында қару мен өшпенділік жоқ байлардың аймағында махаббат емес, тек ақша болса болғаны деп жазылған полицейлерді сайқымазақ еткен қағазды көреді. Қарақшылардың қайда кеткенін түсінбеген олар банкты толықтай тінтіп шығып, ақыры шкаптың артындағы үңірейіп тұрған түнелді көріп, түнел арқылы жер асты каналдарына түсіп, қарақшыларды қуалауға кірісіпті. Ал осы кезде қарақшылар баяғыда үйіне жетіп алып, теледидардан өздерінің банк тонау оқиғасы туралы хабарды тамашалап, тойлап отырған болатын. Ресми санақтар бойынша банк тонау оқиғасында 25 миллион ақш доллары көлеміндегі мүлік жоғалған екен. Полиция қызметкерлері тынбай іздеу арқылы жер астындағы каналдың бойынан моторлы қайықты. Бір жеттен кейін қаланың қоқсық өртейтін полигонынан қарақшылардың қашып кетуіне арналған машинаның қаңқасын тауып алған. Ал қарақшылардың кім екендігін ешкім таба алмапты. Бақытқа жарай осы реткі банк тонау оқиғасында ешкім жарақат алып зәбір көрген жоқ. Алайда бір топ қарақшылардың ойыншық мылтықпен банк тонап, бірде-біреуі қолға түспей кетуі жұртты таңғалдыратын жағдай. Құрметті көрермендер, қарақшылардың қалай қолға түскенін білгіңіз келеді ме? Ердің атын не аты шығарар, не қатыны шығарар дегендейін. 2006 жылы ақпанның 6-сы күні банк тонау оқиғасы өткеннен кейін араға бір ай салып, Алисия деген бір әйел полиция қызметкерлеріне банк тонау оқиғасынан маңызды дерек бере аламын деп хабарласыпты. Полиция қызметкерлері Алисияны шақырып алып, кімнің банк тонағаны туралы айтуын өтінгенде, Алисия өзінің жолдасы Тори және 4 еркектің банк тонау оқиғасымен тікелей байланысы бар екендігін айтқан екен. Полиция қызметкерлері Алисияның берген ақпараттарына негізделіп, Тори, Арое, Себастьян, Жулиан, Сианс қатарлы 5 азаматты ұстап алады. Ұсталғандардың ішінде Сиранстың банк тонауға қатысқандығы туралы дәлел факты кемшіл болғандықтан, оны жазықсыз деп танып шарасыздан босатады. Алисия доктор мен Луисті танымайды, әрі оларды көрмегендіктен полиция ол екеуінде таба алмаған екен. Алисия деген әйелдің өз жолдасын полицияға ашкерлеуіндегі басты себеп, жолдасы банк тонап болғаннан кейін өзіне қарамай сыртта жас қыздармен қыдырып жүргенін көріп, қызғаныштан полицияға хабарласқан деседі. Так что жігіттер, байқаңдар, әйелдеріңе жақсы қараңдар, болмаса миллиондаған доллардан әп-сәтте айырылып қалуларыңыз мүмкін. Осы жолғы Аргентинадағы банк тонау оқиғасында жоғалған заттардың тек аз бөлігі ғана табылған. Бар болғаны 1 миллион ақш доллары, 2 килограмм алтын және 1 килограмм бриллиант қана табылыпты. Полицейлер Торидан қалған заттар қайда деп сұрағанда, сендер мені тұтқындағанда басымды тамға қатты ұрдыңдар.
Есте сақтау қабілетінен айырылып қалдым. Сол үшін мен де білмеймін деп жауап берген екен. Сот үкімі кезінде банктегі кепілге алынған адамдардың жарланмағандығы мен зәбір көрмегендігін ескере отырып, және банк тонау барысында ойыншық мылтық пайдаланғандығы үшін қалған 4 қылмыскерге ауыр жаза тартылмапты. Ең көбі 7 жыл, ең азы бар болғаны 1,5 жыл түрмеде отырып шығып кетеді. Алайда қалған байлықтарды олар қайда жасырғаны белгісіз жұмбақ күйінде қалып кетті. Оны тек қарақшылардың өзі ғана білетін шығар. Осы жолғы банк тонау оқиғасы туылғаннан кейін Рио банкі атын Сантандер Рио банкісі деп өзгертті.